Сәлем балалар, бірінші сынып, әліппе сабағы 21 сабақ, Н әрпімен дыбысы тақырыбы. Балалар, бүгін біз Н әрпімен танысатын боламыз. Н әрпінің баспа және жазба түріне назар аудар. Н әрпін қарындаштардан жасап көрсет. Ол үшін саған 3 қарындаш жеткілікті. Жарайсың, балақай. Ал енді Н әрпін дәптерімізге көркем әрі ұқыпты етіп көшіріп жазамыз. Жарайсыңдар, балалар, өте жақсы. Н әрпін көркем әрі ұқыпты жаздың. Ал енді суретке назар аудар. Мұнда анасы мен баласы тамақтанып отыр. Үстелде қандай заттар бар? Үстелде алма, нан, тамақ және сүт бар. Балақай, осы заттардың атауында Н әрпі бар ма? Жарайсың, әрине. Н әрпі бар. Сөз ол нан. Нан сөзінде 2 Н әрпі бар. Нан сөзі 3 әріптен тұрады. Оның 2-і дауысты, 1-і дауыссыз. Н әрпі дауыссыз әріптердің қатарына жатады. Өйткені Н әрпін айту барысында өкпеден шыққан ауа кедергіге ұшырап шығады. Ал енді төменде тұрған 3 Н әрпін оқы. Н, Н, Н. Тамаша. Жарайсыңдар. Ал енді оқулықта берілген сөздерді оқиық. Оқу барысында сөздеріміз түсінікті әрі анық шығуы қажет. Сөздерді буынға бөліп оқы. Нан, ана, нар, анар. Ну, науа, алан, нан, ал, аруна, анар, ал. Жарайсыңдар, балақай. Осы сөздер мен сөйлемді қайталап оқып шығыңдар. Ал енді келесі тапсырма шығармашылық жұмыс. Мұнда суреттер берілген. Мұндағы суреттерде не бейнеленген? Әрине, құлын, айна және моншақ. Осы сөздердің қайсысы ұяшыққа сәйкес келеді? Ұяшықта көрсетілген үлгі бойынша алғашқы және соңғы әріптері дауысты, ортадағы 2 әріп дауыссыз дыбыс болуы қажет. Бұл сөздердің ішінде әрине айна сөзі сәйкес келеді. Айна сөзіндегі алғашқы және соңғы әріптер дауысты, ортадағы 2 әріп дауыссыз дыбыс болып табылады. Айна сөзінде 2 буын бар. Жарайсыңдар, балалар, өте жақсы. Бүгінгі сабақ түсінікті болса, видеоға лайк басыңдар және осы каналға тіркеліп алыңдар.